Жыл сайынғы үрдіске айналған бала дауысы байқауы биылда өз жалғасын табуда. Оған еліміздің түкпір-түкпірінен келген 16 жас жұлдыздар қатысады. Әрине әрқайсының өз тәлімгерлері бар. Олар елімізге белгілі әншілер. Күні кеше жұлдызды үйге орналасқан жас жеткіншектерді жоба идеясының авторы Әлия Назарбаеваның өзі қарсы алды. Бүгін тамаша күн. Еліміздің түкпір-түкпірінен келген жас әншілердің барлығы осы жерге жиналды. Олар ерекше балалар. Әрқайсының дауыстары ғажап. Оны біз бүкіл ел болып жуырда естейтін боламыз. Әлия Назарбаеваны тәнті еткен балалардың дауысын 12 және 13 қараша күндері ести аласыздар. Ал оған дейін жас әншілер тәлімгерлермен дайындалады. Олардың әрқайсысы жеңістен үмітті. Тіпті ұстаздарының өздері шәкірттерін мақтап әлек. Қатты айтпай қояйын, біз жеңеміз, біз бүйтеміз, сөйтеміз, қырамыз, жоямыз деп. Әлия оқып айтады, біз жеңеміз дейді. Мен жаңағыдай іштей соны тілеп, дұғамды айтып жүрем, бірақ енді қалғаны болады. Қалай болу керек, солай болады. Ең мықтысы жеңсін, меніңше. Бірақ Дарина мықты дегенмен Дарина мықты. Айтпақшы, кеште байқау кезіндегі әр әншінің реттік нөмірі және сертификаттары берілді. Добро пожаловать в звездный дом. Громче поддержим. Сондай-ақ кеше тәлімгерлердің бірі Диана Шарапованың туған күні екен. Осындай маңызды күні ол балалармен бір болуды жөн санады. Я бы хотел сейчас, чтобы все коллеги по цеху поддержали аплодисменты, потому что Диана день рождения. С днем рождения! Свой день рождения Диана находится рядом с нами, это тоже дорогого стоит. Тебе огромное спасибо. В этом заключается ответственность артиста и наставника. Громкие аплодисменты. С днем рождения! Алау тобының әншісі Әсет Арсанбектің шәкірттерінің бірі Айым Елтайқызы бірінші орынға барын салып тырыспақ. Мен әрине орын алам деп нақты айта алмаймын, себебі алда не болатынын біз әлі білмейміз. Әрине жеңіске тырысамыз, жақсы дайындалып, бірінші орынды аламыз деп ойлаймын. Кімнің 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпар атанатынын әрине ақтық сайыста біле аласыздар. Ендеше назарыңыздан тыс қалдырмаңыздар.